Ыбырай Алтынсарин, Сәтемір хан. Сәтемір 7 жасар күнінде атасынан жетім қалыпты. Күндердің бір күні Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі тамның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады да, орта шетіне барғанда құлап түседі. Тұра салып тағы да өрмелейді, манағыдан гөрі жоғарылақ барғанда тағы да құлап түседі. Үшінші рет құмырсқа және тырмысады, ақыры бар күшін салып, қисая-мисая барып тамның төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп Сәтемір ойға қалды. Құдай тағаланың жаратқан жан-жануарларының ең кішкентай осы құмырсқа. Екеш құмырсқада тынбай жұмыстап жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып, жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты. Мұны көріп отырған менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен, деп ойынын тастап қалаға барды. Қалада бір зор білімді оқымысты молда бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыптымыз. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, айдай әлемге патша болған.